Кітапханамыздың көркем әдебиет залында қазақ халқының ұлы ақыны, қара сөздің хас шебері, философ, қазақ әдебиетінің іргетасын қалаған алғашқы классигі Абай Құнанбаевқа арналған «Ғұлама Абай. Әлемдік деңгейдегі кемеңгер» атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Абай Құнанбаев 1845 жылы 10 тамызда Семей облысы Сыртқасқабұлақ жерінде дүниеге келген. Ол оқуын Семейдегі Молда Ахмет Ризаның медресесінде жалғастырып, араб, парсы және басқа шығыс тілдерінен дәріс алды. Абай Құнанбаев асыл ақсүйектер мен билердің әулетінен, әрі ауқатты отбасынан шыққан. Әжесі Зере мен анасы Ұлжанның арқасында Абайдың шығармашылық пен поэзияға деген қызығушылығы ерте оянды. Екі анасы да ұлдарын халық мүддесі үшін адалдыққа, адамгершілікке тәрбиеледі. Қатыгездікке, ақымақтыққа жол бермеуіне ықпал етті. Абайдың әдеби-эстетикалық мұрасы қазақ халқының ұлттық мақтанышы, көрнекті ақын және ағартушы Абайдың бейнесі әдебиет, музыка және бейнелеу өнерінде сақталған. Еңбектері әлем халықтарының көптеген тілдеріне аударылған. Абай Құнанбаев 1904 жылы 23 маусымда қайтыс болды. Жидебай алқабында Шыңғыс тауының маңында жерленді. Ұлы Абайдың құрметіне әдебиет саласында Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы тағайындалды. Республикада және шетелдерде қала әкімшілігі орталықтары, көшелер, театрлар, кітапханалар мен мектептер ақынның есімімен аталады. Абайдың туған күніне орай жыл сайын түрлі іс-шаралар, поэзия күндері мен кештері, кітап көрмелері ұйымдастырылып, ғылыми конференциялар өтеді. Сонымен қатар ақынның өлеңдері оқылып, ескерткіштеріне гүл шоқтары қойылады. 2020 жылы ЮНЕСКО-ның және Түрксойдың қолдауымен Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толуына орай үлкен мерекелер өтеді. Басты мақсаты Абайдың дүниетанымын және оның рухани мұрасын жастарға кеңінен насихаттау болып табылады. Сіздерді кітапханамыздың көркем әдебиет бөлімінде ұйымдастырылған кітап көрмесін тамашалауға шақырамыз.